Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Біз бүгін баялдыдан икра дайындайтын боламыз. Икраға керекті өнімдерді төменде қалдырып кететін боламын. Ең алдымен кастрюлемізге майымызды құйып, қызған майға ұсақтап туралған жуамызды, яғни пиязымызды қуырып аламыз. Пиязды 10 минут қуырамыз. Одан соң қызанақтарымызды майдалап тураймыз. Пиязымыздың үстіне салып, қызанақтарымызды да 10 минут қайнатамыз. Енді сәбіз бен чесногымызды блендермен айналдырып үгітіп аламыз. Сәбізді қосу, қоспау өз еріктеріңізде, қоспасаңыздар да болады. Сәбізді қосып, оны да 10 минут бұқтырамыз. Одан соң болгар бұрышымызды блендерден өткізіп, оны да 10 минут бұқтыратын боламыз. Одан соң баялдымызды ұсақтап, төрт бұрышылап турап дайындап аламыз. Дайындап алған баялдымызды массаға қосамыз. Баялдыдан соң тоз, бұрыш, ащы бұрыш, қантымызды саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Осыдан соң 10-15 минут бұқтырып аламыз. Массамыз 15 минут қайнағаннан кейін мен сақтық үшін 2 ас қасық уксус құямын. Массамыз қайнап тұрған күйінде стерилденген банкілерге бөліп құямыз. Одан соң банкілеріміздің қақпақтарын жауып, жылы жерге төңкеріп, үстінен қалың одеялмен әбден суығанша жауып қоямыз. Бұл салат өте тойымды әрі дәмді. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Егер менің каналым сіздерге ұнап, пайдалы болып жатса, бүкіл басып қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.